2 жарымда Тимоти Полли Бикеш пен сіңілісін қаланың ірі деген дүкендеріне апарды. Полианнаға киім-кешек алу осы іске қатыстылардың бәрін керемет күйге бөледі. Бәрі қуаныштарын жасыра алмады. Дүкендерді аралап біткенде Полли Бикештің сілесі қатып шаршады. Сатушылар Полианна туралы әңгімелесумен болды. Ал Полианна қуаныштан қалықтап ұшып жүрді. Жүрегін шаттық кернеді. Ол дүкендегілерге өзінде ешқашан жаңа киім болмағанын, тек әйелдер көмегі беріп тұрған жамау киімдерді киген айтумен болды. Жаңа киім алудың осыншама қуаныш сыйлайтынын білмеппін. Дүкенге келіп жаңа көйлек аласың, ал оны үйге барып тігіп жамаудың қажеті жоқ. Дүкен аралауға жарты күн кетті. Кешке Полианна тәтесімен кешкі ас ішіп, бақташы Томмен әңгімелесті. Тәтесі көрші үйге қонаққа кеткенде, ыдыстарды жуып болған Нэнсимен де сөйлесіп үлгерді. Кәрі Том Полианнаға анасы туралы керемет оқиғалар айтып берді. Бұл оқиғалардан қыздың жүзі бал-бұл жанды. Ал Нэнси оған Корнер деген кішкентай ферма туралы әңгімелеп берді. Корнерде Нэнсидің анасы, 2 сіңілісі мен інісі тұратын. Егер Полли Бикеш қарсы болмаса, Нэнси Полианнаны өзімен бірге фермаға алып баратынын айтты. Олардың есімдері өте әдемі, деді Нэнси қиялға еріп. Саған олар ұнайды, көресің. Інімнің есімі Элджернін, ал сіңілерімнің аттары Флорабелл мен Эстель. Менің атым болса, Нэнси деген есімді жек көремін. Неге олай дейсіз? Деді таңырқаған Полианна. Өз есіміңді жек көруге бола ма? Менің есімім олардыкіндей әдемі емес. Мен үйдің тұңғышымын. Ол кезде анам роман оқымаған, ал кітап оқи бастаған соң сіңілілерім мен інімнің есімдерін сол романдардың ішінен қойған. Ал маған Нэнси деген есім ұнайды, өйткені Нэнси сізсіз. Егер мені Клариса Мейбл деп атағанда, сен мені қазіргіден кем жақсы көрмейтін едің. Ал маған өмір сүру сәлде болса жеңілірек болар еді. Клариса Мейбл, керемет есім. Полианна күліп. Сізді Гипзиба деп атамағаны Құдайға шүкір деңіз. Гипзиба? Деді Нэнси ежіктеп. Я, Гипзиба, Уайт ханымның есімі бұл. Ал күйеуі оны Гип деп атайтын. Олай атағаны Уайт ханымға ұнамайтын. Уайт мырза оны шақырғанда Гип-гип дейтін, ал ол бізге Гип-гип алақай сияқты естілетін. Нэнси бұл сөздерді естігенде шек-сілесі қатып күле бастады. Я, сенің басың толған ақыл, деді Нэнси. Бұдан былай сені көргенде құлағыма Гип-гип алақай деген сөз естілетін болды, және күлкі қыса бастайды. Мен қуаныштымын, деді де Нэнси сөзін аяқтамастан қызға қарады. Сен осы жаңа ғана өз ойыныңды ойнадың ба, Полианна? Сондықтан Гипзиба туралы айтып бердің бе? Полианна күліп жіберді. Мүмкін, шынымен де ойнаған шығармын, Нэнси, бірақ оны өзім де байқамай қалдым. Қуанышты іздеген сайын өз-өзінен табыла беретінін байқамайды қалады екенсің. Қазір дәл солай болды. Шын тырыссаң кез келген нәрседен жақсылық табуға болады. Мүмкін, деді Нэнси сенімсіз. Полианна 9:30-да ұйқыға кетті. Терезеге әлі тор қойылмаған еді. Қымталып жабылған шатыр астындағы кішкентай бөлме қыз-қыз қайнап кетті. Полианна терезелерді ашқысы келді, бірақ ашпады. Ол өз борышын біледі. Киімдерін жинап, Құдайға жалбарынды да майшамды өшіріп ұйықтап қалды. Қанша сағат ұйықтағаны белгісіз, бірақ ары аунап, бері аунап, ыстық бөлмеде мазасы кетті. Түн ұзарып кеткендей, бір кезде орнынан тұрды да шатырға шықты. Оны мақпал түн орап алды. Шығысқа қарайтын терезенің кішкентай ғана тесігінен ай сәулесі сығалап тұр. Қараңғыда аяғының астына қарамастан жарық түсіп тұрған терезеге қарай жүрді. Ол жердегі терезеде тор бар деп ойлап еді, жоқ екен. Полианна терезеден далаға қарады. Ар жақта әдемі әлем бар, бірақ әттең қолы жетпейді. Полианнаның көзіне бір нәрсе шалынды. Шатырдағы бөлменің алдында кең терраса бар екен. Бұл көрініс оның жанын жабырқатты. Себебі таза ауаны құшарлана сіміргісі келіп тұр. Бірақ сыртқа шыға алмайды. Терезені де аша алмайды. Полианна қорқып артына қарады. Қараңғыда қапырық бөлмесі мен төсегі тұр. Таза ауа үшін бөлмесінен шығып кеткен Полианна
Менің төсегім осында тұрса ғой, деп армандады. Далада ұйықтайтындар қандай бақытты. Мысалы, ол бұрын тұрған жерде Жел Хертли деген кісі болған. Оның өкпесі ауыратын, сондықтан бақта ұйықтауға мәжбүр еді. Сол сәтте Полианнаның есіне жақын жерде тұрған бірнеше қапшық түсті. Ол Нэнсиден бұлар не үшін керек екенін сұрағанда, ол қыстық киімдерді жинау үшін деп жауап берген еді. Полианна қараңғыда сол қапшықтарды іздеуге кірісті. Олар шынында да бақта тұр екен. Полианна қапшықтың ең жұмсағын, бұл қапшықтың ішінде Поли Бикештің тоны тұр еді. Таңдап алды да өзіне төсеніш қылды. Одан кейін жұқарақ қапшықты екіге бүктеп жастық етті. Үшінші қапшықтың іші бос еді. Жамылғы болуға әбден жарап тұр. Мәселенің шешімі тапқан Полианна қапшықтарды шатырға алып шықты. Шыбын кіріп кетпесін деп терезені өзінен кейін қымтап жапты. Шатыр шынымен салқын еді. Полианна таза ауамен терең тыныстады. Темір шатыр сықырлап, оны тербетіп тұрғандай болды. Полианна қызық көріп, ары-бері шапқылап жүгірді. Темірдің тырсылына қарамастан бәрін ұмытып, өмірдің рахат күйін кешті. Шатыр кең әрі тегіс болатын, сондықтан оның үстінен құлап кетуі екі талай еді. Сергіп алған Полианна қапшықтың бірін төсеп, бірін жастанып, бірін жамылып жата кетті. Енді мен терезелеріме тор салмағанына қуанып тұрмын. Тор болғанда мұндай рахатты көрмес едім, деді ұйықтап бара жатып. Ал бұл уақытта террасаның қасындағы бөлмеде халаты мен тәпішкесін асыға киген Поли Бикеш Тимотиға келіп, үрейлі дауыспен: әкеңізді оятып, дереу шатырдағы бөлме жаққа қарай барыңыздар. Онда біреу бар. Шатырда жүр. Ол бақшадағы темір тор арқылы шыққан сияқты. Үйге кіріп кетпей тұрғанда оны ұстап алу керек. Шатырдағы бөлмеге апаратын есікті жауып қойғам, бірақ сонда да асығыңыздар, деді. Енді ұйықтап бара жатқан Полианнаны қалта шамының жарығы мен айғайлаған дауыстар оятты. Көзін ашса, алдында Тимоти тұр. Ол Тимотиға, Тимоти оған шошына қарап қалыпты. Терезе жақтан кәрі Том, оның артынан Поли Бикеште көрінді. Бұл тірлігіңді қалай түсінуге болады, деді Поли. Полианна: Том мырза, Поли тәте, сіздер неге қорқып тұрсыздар? Қорықпаңыздар, мен мұнда өкпем ауыратындықтан ұйықтап жатқан жоқпын. Бөлмем ысып кетті, терезелерді ашқан жоқпын. Поли тәте, қорықпаңыз, шыбындар үйге микроб алып кірмейді. Тимоти мен Том кетіп қалды. Ал Поли Бикеш аң-таң болып Полианнаға қарап тұр. Ұзақ үнсіздіктен соң зілді дауыспен: заттардың бәрін маған бер, Полианна. Барлық бір түрлі балалардың ішіндегі, деп сөзін аяқтамады да тағы үнсіз қалды. Бір қолына шам ұстап, екінші қолымен Полианнаны жетелеп, Поли Бикеш шатырдан төмен түсті. Бөлменің іші одан сайын ысып кеткендей. Олар төмен түсіп бара жатқанда Поли әрі сөзін шегелеп: Полианна, таңға дейін менің төсегімде ұйықтайсың. Торды ертең алып келеді. Оны алып келмейінше сені көзімнен таса қылмауым керек. Сізбен? Сіздің төсегіңізде? Поли тәте, сондай қуанып тұрмын. Мен жақын адамым өз қасына алып жатса екен деп армандайтынмын. Әйелдер көмегіндегілер емес, ең жақын адамым. Торды ертең алып келетін де мен үшін зор қуаныш. Менің орнымда болсаңыз, сізде қуанар ма едіңіз? Поли ештеңе деп жауап қатқан жоқ. Жиені оны таң қалдырды. Жиенін үшінші рет жазалағысы келіп еді. Ол болса үшінші ретте тәтесінің жазалауын ең жоғарғы сыйлық деп қабылдады. Полидің бұл жағдайдағы халін түсіндіру қиын.